Dostlar, bugün biz daladamız. Dala әдеттегідей суық. Басқа киіңіздер, киіңіздер. Әйтпесе менингит деген ауру бар. Менингит боласыздар. Менингит болып ауырғанша, менингит болмай ауырған дұрыс. Оң жаққа қараймын жоқ, сол жаққа қараймын жоқ. Еш жақта ешкім жоқ. Жалғыз өзім далада жүргендей сезініп жатырмын мен. Өткенде Қаракесек ағамыздың концерті болған Саркемерде. Әттең барайын дедім да, тура сол кезде бара алмай қалдым да. Негізі өзім рэпке қызығатын балам, Қаракесектің фанатымын десем де болады. Баллердің жетім жүрегім бар, жетім балам бар, сондай өлеңін ғана тыңдаймын. Қалғандары қызық емес, онша емес. Дала суық, далада еріп отқан жоқпын, сіздерге ұнау үшін. Далада отырып үйге кірсем қазір үйде война миров З болып жатыр. Орыс керіс мына жақтан тойғам. Сол қазір Айдар деген бауырымды күтіп отырмын, МС Айдар. МС Айдар, МС Аю болып клип түсіреміз дейін. Брата түсіреміз. Әттең гитара болғанда қазір дос балам тартып, сіздерге ұнау үшін тартатын. Көп қыздарға қазір гитара тартатын балдырын айтуға. Сол себептен гитара тартып үйренгем. Аз бол, бір жылдай. Енді қадам басып келе жатқан рэпердің біреуін десем де болады. Әлі рэпімде шықпаған, жазып жатырмын, қате кетеді, жазамын, қате кетеді. Уже менің рэп парақшам уже мынанша да. Олардың бәрі боқтаулы болып кетеді көбісі. Боқтаулы конкретно ешкімге ұнамайтын білем, бірақ ауыздан шығып кетеді, қолдан шығып кетеді, аумау деген әңгіме. Короче, міне жақта скорый помощь өтіп бара жатыр. Бүгін сабаққа барған жоқпын. Әрине ауырған кесірінен үйсіп жүріп ауырасың. Сол үшін басқа киіп жүріңіздер, шарф байлаңыздар, ата-аналарыңызды тыңдаңыздар. Адам боласыздар, ата-анаңызды тыңдасаңыздар. Ешкімге ақыл беретін жайым жоқ. Сонда да ата-ананы тыңдаған дұрыс деп ойлаймын мен. Бірақ кезінде тыңдамай өскен бала қазір тыңдайды деп ойлап тұрған шығарсыздар. Тыңдағанда былай ау-мау деген әңгімені тыңдамаймын. Конкретно жұмсаса барам, далаға шықпа десе шығып кетем, или қашып кетем. Бастан өткен мынанша қызық жағдай бар, бәрін айтып отыра алмаймын мен. Бізде Талас деген жер бар. Короче, машина айдап үйренгенімді көрсетсем білемін, бірақ машинаның кілті ағамда, өкінішке орай. Мен айдамай жатып соғады дағы ол примерно. Достар, тек күліп жүріңіздер, сәттілік беріңіздер. Мен қазір жаурадым. Сол үшін үйге кірем, үйде война миров З-ні көрмей қойыңыздар. Вообще кірмей кетулеріңіз мүмкін менің страницама. Егер маған заявка тастап мені іздегілеріңіз келсе, Бахтияр Мұқаш болады ВК-да. Короче, бір қызым ВК-ның паролін ауыстырып тастаған. Қазір жаңа ВК ашып алғам. Әзір мен былай айтып жатқандай жүріп жатқан жоқпын мен. Негізі оны базар жоқ жақсы көремін. Сүйгендеріңізді бағалаңыздар. Қыз бен жігіт жүрсе айырылмастай жүру керек. Жүректі жарылау үшін емес. Әрине бұл трек саған арналған деп ойлама, саған арналған емес. Вообще арналмайды жан саған, арнағымда кемейді, білесің бе? Екеуміз өткен күндер, құшақтасып жүрген күндер, қақта, екеуміз өткен түндер, құшақтасып жүрген күндер, түндер, қақта. Мен жаурап отырман, сен кеткелі қасым. Сен мені іздемейсің, мен басқаның жанымдан. Тректі бастайық, өмірге
ұсыныс жасайық. Қыздарың сүйген болса, егер оны ұмытпаңдар. Олар сені сүйеді, сен оны бағалаңдар, достар. YouTube'ға кіресің, не үшін екенін білмейсің. Кино іздейсің, киноға айбаң шыққанын білесің. Киноға қызықпаңдар, достар. Кино бәрін үйретеді, төбелес бәрінде. Рэпті бастаған мына мен, MC деген бе. Танымайсыңдар, жоқ, танымайсыңдар, білем. Ойдан құрастырып атқан ән бұл. Бір жүректен. Достар, өтірік өлең болса да шын жүректен арналған. Ойдан құрастырып, дәл қазір парақшаны алып оқып тұрған жоқ, анау қара кесте басқалар саты. Бірақ мен шын жүректен айтамын. Достар, короче, мен жаурадым, подписаться етіңіздер. Жақсы достар, көршіміз әлбіз.